Қайырлы күн баршаларыңызға. Біз бүгін өте қарапайым заттардан және оңай дайындалатын алма пирогын, яғни шарлотка пісіретін боламыз. Өте жұмсақ болып шығады және мінекей қалай көтерілген. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге қажет заттар: жұмыртқа, ұн, қант, миксер және алма. Ең алдымен біз алманы кішкентай бөліктерге бөліп турап аламыз. Мінекей осындай бөліктерге бөлсек жеткілікті. Енді біз ыдысымызды алып, тестасын жасауға кірісеміз. Ең алдымен жұмыртқамыздың барлығын ыдысқа салып, миксерлейміз. Қантымызды аз-аздан бөліп қосатын боламыз. Осылай миксерлеп отырып, қантымызды қосатын боламыз. Миксердің төменгі жылдамдығынан бастап, ақырындап жылдамдығын көтереміз. Біздің жұмыртқалы массамыз көтерілу керек және ағару керек. Соған дейін миксерлейтін боламыз. Енді оның үстіне ситодан өткізіп, ұнды қосатын боламыз. Ұнымызды кішкене араластырамыз. Миксерлеген кезде жан-жағы ұшпау үшін. Енді қатты ұзақ емес, кішкене ғана араласқанша миксерлейміз. Енді жан-жағының барлығын осылай лопаткамен кішкене араластырамыз. Мінекей біздің тестамыз өте осындай воздушный болып шығады. Енді бұны көп араластырып басып қажет емес, өйткені осы жұмыртқаның есебінен тестамыз көтеріліп пісетін болады. Енді біз печкамызды алдына қыздырып қоямыз. Пешімізді 180 градусқа 30 минутқа қойсақ жеткілікті. Негізі шарлотка 20 минутта піседі. Енді формамызды алып, астына алмаларды саламыз. Өстіп алмаларды салғаннан кейін үстіне жаңағы массамызды құямыз. Енді массамызды формамыздың жан-жағына біркелкі ету үшін осылай қозғасақ болады. Енді қызып тұрған пешімізге 20 минутқа жібереміз. Біздің шарлоткамыздың піскенін шпажканың көмегімен білетін боламыз. Мінекей құрғақ, яғни пісті. Енді кішкене суытып аламыз да, оны жан-жағын кішкене пышақтың көмегімен формадан бөліп аламыз. Формамызды ашып, ыдысымызға салатын боламыз. Мінекей біздің шарлоткамыз осылай көтерілген. Ас болсын, келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.